Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өзімнің үйімдегі гүлдерімді көрсеткім келіп тұр. Жағдайларының қандай екендігін, жалпы менде осы гүлдердің ішінде басым көп гүл. Мынадай доллар гүлдері. Неге доллар гүлдері дейсіздер ғой? Өйткені бұл доллар гүлдері көп күтімді талап етпейді. Енді бір әдейілеп барып өлтіріп тастамасам бұл гүлдерді 40 градус суыққа немесе 40 градус ысыға шығарып тастап су қоймай қойсам мүмкін өліп қалатын шығар, бірақ үй жағдайында өте жақсы өседі. Білмеймін, мен осыған аса бір көңіл де бөлмеймін. Өзі көбейеді осылай тұрып. Мен тек бұны андай қатты көбейіп кеткен кезде шелектерінен бөліп тұрамын. Одан кейін мынау менде фикус орех деген гүл. Ондай өзінің жемісін беріп жатыр. Алма тәріздес. Көрдіңіздер ме? Өзінің жемісін беріп жатыр қазіргі кезде. Драцена. Әдемі болып өседі. Бұл да тропик бірдеңе дегеннен жағын ұмытып қалдым. Дәл нақты сортын. Одан кейін монстера. Монстераның менде 3 сорты бар. Одан кейін мына красавица менде бугенвилия. Қараңыздар, гүлдерін әдемі гүл береді. Түрлі расцветкілер болған енді бұлардың да. Қазір ақтырған ашып тұр. Одан кейін мынау Бенджамин. Бойы 1,20-дай бар. Бұл менде бір өлімнен қалып, қайтадан гүлдеп жатыр. Одан кейін юка, малачай, тағысын тағы. Мына жерде сондай гүлдер топтасып тұр. Қараңыздар. Одан кейін менде қандай гүлдер бар екен? Мынау поли, алаказия поли. Мен бұны 1000 теңгеге скидкіде бір тері жапырақпен тұрған кезінде алғанмын. Қазір менде бұл өте әдемі өсіп жатыр. Балапандарыменен қоймастан шығарып, әдемі үлкен гүл болып өсіп жатыр. Драцена, Silver Bay ең әдемі гүлдердің бірі. Уходты көп талап етпейтін, күтімнің қажеті жоқ, тек жарық жерменен су болса болды. Сосын монстера альба. Көрдіңіздер ме? Өте әдемі. Жаңа жапырағы. Бір жағы ақ, бір жағы көк. Және мен осы гүлдің қасына тайский созвездиенде қоса отырғызып қойғанмын. Ондай бір объемный, кішкене үлкендеу болып тұру үшін. Бұлардың әрқайсының күтіміне кейінгі бір бейне жазбаларында тоқталып отыратын болам. Қазір тек бар гүлдерімді көрсетіп жатқандығым. Сосын тағы да басқа гүлдер бар. Ағайындар әкеліп тастайтын, қызымның мектебінен, аннан, мұннан өлейін деп жатырған гүлдерді беріп жібереді апайлары. Немесе таныстар әкеліп тастайды гүлімді. Қарап берші деп, өсіріп берші деп. Ол гүлдерде бар. Олар туралы кейіннен бір бейне жазбалар түсіретін боламын.